Әлемдегі ең қымбат кофені білесіз бе? Көпшілік жиі тұтынатын кофенің әлемде әр алуан түрі бар. Өнімнің бағасы да сортына қарай өзгеріп отырады. Әлемдегі ең қымбат кофе түрі Индонезияның Сурабая қаласына жақын орналасқан Шығыс Явада өндіріледі. Бұл кофе түйінге ұқсас кішкентай ағаш жануары пальма цветінің көмегімен жасалады. Копи лувак деп аталатын бұл сорт өте ерекше түрде шығарылады. Копи Индонезия тілінен кофе деп аударылады, ал лувак цвет деп аталатын кішкентай жануар. Соның арқасында қымбат кофе дүниеге келді. Цвет оңтүстік шығыс Азия мен Сахараның оңтүстігін мекендейтін жабайы жануар. Бұл жануарды фермерлер арнайы торларда асырайды. Фермерлер Шығыс Ява плантацияларынан кофе дәндерін жинайды. Кофе жидектері дәстүрлі түрде жиналады. Содан кейін цвет жануарларына беріледі. Осыдан кейін кофе дәндері нәжіспен бірге шығады. Шыққан дәндерді адамдар жинап, жуып тазалайды, күн астында кептіреді және аздап қуырылады. Әлемдегі ең қымбат кофе нәжістен жиналатыны көпшілікке жағымсыз әсер қалдыруы мүмкін. Дегенмен сарапшылар бұл өте дәмді әрі хош иісті сусын екенін айтады. Кейбір ғылыми зерттеулер жабайы цвет тек ең жақсы кофе жидектерін таңдап жейтінін растайды. Копи лувактың құпиясы әлде қашан ашылғанына қарамастан, олар бұл кофені өнеркәсіптік жолмен өндіруді әлі үйренбеген. Жануар өңдеген астықтың жеткілікті мөлшерін жинау өте қиын. Сондықтан бұл кофе әлемдегі ең қымбат кофе болып табылады. Орташа алғанда оның бағасы шамамен $600-700 құрайды. Копи лувак дәмі қандай деген сұраққа сарапшылар, копи лувак дәмі жұмсақ, қанық және тәтті, нәзік шоколад иісі бар, күшті хош иісті болады. Дәл осы қасиеттермен ерекшеленетінін айтады. Сіз әлемдегі ең қымбат кофенің қалай өндірілетінін білдіңіз. Бұл кофені ішуге қалай қарайсыз? Сіздің ойыңыз, пікіріңіз қандай? Комментарийге жаза кетіңіз. Видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.